Сәлеметсіздер ме оқушылар? 10 сынып химия пәнінен қашықтан оқыту жүйесі бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақ бізде жаңа идеяларға, жаңа эмоцияларға және де қызықты тапсырмаларға толы болады. Ал ол үшін сізден сабаққа деген зейініңіз, сабаққа деген қызығушылығыңыз және де тақырыпқа деген тапқырлығыңыз талап етіледі. Ой қозғау мақсатында төменде берілген көмірсутектерден қандай айырмашылық байқадыңыздар? Этан С2H6, этен С2H4, пропан С3H8, пропен С3H6. Осы көмірсутектерден қандай айырмашылық байқап отырсыздар? Жарайсыздар. Яғни айырмашылық көмірсутектердің атауында, көмірсутектердің молекулалық формулаларында және де көмірсутектердің құрылымдық формулаларында. Ендеше бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы алкендер, олардың гомологтары мен изомерлері. Барлығымыз дәптерімізді ашып, параграф 70-ті ашып, 80-ші беттегі тақырыпқа назар аударсаңыздар. Бүгін біз сабақта қанықпағандық ұғымының мәнін және оның қосылыстың қасиеттеріне әсерін түсінеміз. Бүгінгі бағалау критерийіміз қанықпағандық ұғымының физикалық мағынасын біледі және оның қосылыстарын қасиеттеріне әсерін түсіндіреді. Құрамындағы көміртек атомдарының саны бірдей сәйкес алкандармен салыстырғанда сутек атомдарының саны аз болатын көмірсутектер қанықпаған көмірсутектер деп аталады. Қанықпаған көмірсутектерде көміртек атомы өзара 4 валентті. Алайда бұл қосылыстардың ерекшелігі екі көміртек атомы қос және үш байланыспен байланысқан. Қос және үш байланыспен байланысқан көміртектерді еселі байланыстар деп атайды. Қос байланыс екі сызықшамен, үш байланыс үш сызықшамен көрсетіледі. Еселі байланыстардың болуына орай қанықпаған көмірсутектер сутекпен шегіне дейін байланыса алмайды. Сондықтан оларды қанықпағандар деп атайды. Қанықпаған көмірсутектер қосылу реакциясына бейім. Мысалы, этилен мен бром арасындағы реакция және де этилен бром суымен әрекеттесіп, бром этанды түзеді. Бейнероликке назар аударсаңыздар. Кез келген алкен мен кез келген галоген сутектің электрофильді қосылуы бірдей механизммен жүреді. Тек реакция жылдамдықтарында ғана айырмашылық болады. Периодтық кестенің 17-ші тобымен жоғарыдан төмен қарай қозғалғанда, сәйкес галоген сутектердің қосылуға қатысты химиялық белсенділігі артатыны анықталған. Галоген сутектер, атап айтқанда фтор сутек, хлор сутек, бром сутек және йод сутек көміртек қос байланысына оңай қосылады. Себебі олардың молекулалары жоғары полюстенген. Алкендерге қосылатын электрофилдердің мысалына хлор сутек жатады. Сутек пен хлор арасындағы электр терістілік айырмашылығына байланысты, хлор сутек молекуласындағы сутек атомы ішінара оң зарядқа, ал хлор атомы ішінара теріс зарядқа ие болады. Қосылу реакциясының бірінші сатысында хлор сутек молекуласы этилен молекуласына жақындап, электронға бай қос байланысқа, оң полюсын бағыттайды. Енді пи байланыс үзіледі де, бұл байланысты түзетін электрондық жұп хлор сутек молекуласының оң зарядталған ұшына қосылады. Мұндай өзгеріс нәтижесінде хлорид анион және карп катион деген атаумен белгілі оң зарядталған химиялық бөлшек түзіледі. Келесі сатыда хлорид анион химиялық белсенді карп катионды шабуылдап, хлор этан түзіледі. Қосылу реакциясы осымен аяқталады. Галоген сутек пен алкендер арасындағы реакция электрофильді қосылу АЕ реакциясына жатады. Қанықпаған көмірсутектерге алкендер, алкадиендер, алкиндер жатады. Алкендер молекула құрамындағы көміртек атомдар арасында бір қос байланысы бар. Жалпы формуласы CN, H2N,
болатын қанықпаған көмірсутек. Алкиндердің гомологты қатары этеннен басталады. Қатардың келесі мүшелері этенге CH2 тобын қосу арқылы жалғасын табады. Алкиндерді сәйкесінше алкандар сияқты ан жұрнағының орнына N немесе илен жұрнағын ауыстырамыз. Мысалы, C2H4 этен немесе этилен, C3H6 пропен немесе пропилен, C4H8 бутен 1 немесе бутилен 1, C5H10 пентен 1 немесе амилен 1. Алкендерге изомерленудің бірнеше түрі тән. Біріншісі, қос байланыстың орны бойынша изомерлену. Бутен молекуласындағы еселі байланыстың орнына сәйкес екі түрлі изомерленуі болады. Қос байланыс шеткі көміртек атомында орналасса, ол бутен 1 изомері болып табылады. Ал қос байланыс көміртек атомының ортасына қарай орналасуы мүмкін. Бұл бутен 2 деп аталады. Көміртек тізбегінің изомерленуі, яғни алкендерге қаныққан көмірсутектердегі сияқты көміртек қаңқасының изомерлері де болады. Сонымен қатар класс аралық изомерлену де тән. Алкендер мен циклоалкандардың жалпы формуласы бірдей, CnH2n. Бутеннің классаралық изомері циклобутан және метил циклопропан болып табылады. Кеңістік изомерленуі геометриялық немесе цис-транс изомер деп те аталады. Қаныққан көмірсутектердің молекулаларында көміртек атомдары сигма байланыс айналасында еркін айнала алады. Ал алкендерде көміртек атомдары өзара қос сигма және пи байланыс арқылы жалғасқан. Сондықтан да пи байланыс үзілмейінше еркін айналу мүмкін емес. Оны сіздер бейнеролик арқылы көре аласыздар. Назарларыңызды сонда аударыңыздар. Сигма байланыспен байланысқан атомдар байланыс оси бойымен айнала алады. Осы себепті алкандар көміртек байланысы бойында еркін айналатындығымен сипатталады. Алкендерде бұл басқаша жүреді. Қос байланыс табиғаты пи байланыстарды өзара параллель ететін пи орбитальдарды қажет етеді. Сол себепті алкендердегі көміртек байланысы арқылы айналуы шектеулі. Алкендердегі қос байланыс арқылы айналуы шектеулі болғандықтан, осы қосылыстар тобында геометриялық изомерлену кездеседі. Яғни балалар, қос байланыстың ерекшелігі сигма және пи байланыстан тұрады. Қос байланыстың маңайындағы атомдар еркін айнала алмайды. Дара байланысқа қарағанда қос байланыстардың энергиясы көптеу. Дара байланыстан гөрі қос байланыс оңай полюстенеді. Ендеше жаңа сабағымыз түсінікті деген ойдамын. Тапсырма жаңа сабақ бойынша орындап көрсек. Сіздерге мәтін берілген, яғни осы мәтінге көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қою керек. Ол тиісті сөздер сіздердің мәтіндеріңіздің төменгі жақтарында көрсетілген. Қаныққан көмірсутектер, қандай көмірсутектерге қарағанда сутек атомының саны қанша болады? Көміртек атомдардың арасындағы байланыс қандай байланыстар? Этилен көмірсутектерге айналу болмайды. Қандай жағдайда? Қанықпаған көмірсутектер химиялық реакцияларда нені көрсетеді? Және қандай реакцияларға бейім болып келеді? Дәптерлеріңізге орындап, жауабын тексерсеңіздер. Ендеше балалар, жауабын тексеріп көрейік. Қанықпаған көмірсутектерді қаныққан көмірсутектерге қарағанда сутек атомының саны аз болады.
Көміртек атомдарын арасындағы байланыс қос және үш байланыс болады. Этилен көміртектерде еркін айналу болмайды. Қанықпаған көміртектер химиялық реакцияларда жоғары белсенділік көрсетеді. Қосылу реакцияларына бейім болып табылады. Егерде барын орнына дұрыс қойып шықсаң, мен саған жарайсың деймін. Келесі тапсырма. Әрбір алкеннің құрылымдық формуласын атауымен сәйкестендіріңіз. Яғни сіздерге бірінші бағанда алкендердің құрылымдық формулалары көрсетілген. Екінші бағанда алкендердің изомерленуін атаулары көрсетілген. Сәйкестендіру керек. Егер сәйкестендіруді орындап болсаңыздар, тексеріп көрелік. Яғни, бірінші құрылымдық формула 2 метил пентен 2. Екінші құрылымдық формула 2-2 5-5 тетра метил гексен 3. Үшінші құрылымдық формула 2-3 диметил пентен 2. Егерде дұрыс орындасаң, керемет. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз жаңа идеяларға толы және де қызығатындай көп дүниелер алды деген ойдамын. Сабақта аяқталмаған сөйлемдер әдісі арқылы дәптерлеріңізге мен бүгін сабақта нені білдім? Мені не таңғалдырды? Маған қандай қызықты нәрселер қызық болды? Мен қандай тапсырмаларды жасай алдым деген сөйлемдерді аяқтай отырып, өздеріңізге кері байланыс берсеңіздер. Және де балалар, үйге тапсырма номер 70 параграфты оқу, 83 беттегі 1-2 сұраққа жауап беру, 3-4 тапсырманы орындау.